Тыныштық сондай қалың еді, оны пышақпен кесуге болатындай. Ешқандай мотордың үні жоқ, ешқандай дауыс жоқ, тек толқындардың сыбдыры, ескі, бүлінген айла қазықтарын ерінбей жалап жатқан дыбыс және шағалалардың айқайы ғана естіледі. Сұрғылт жағалау тұманынан баяу, дерлік елес сияқты, яхта қалқып шықты. Аппақ жылтыр жаңалығымен тәкаппар, жарнамалық буклеттен түскендей. Палубада күнгі күйген, бейқам сән салтанатқа бөленген жас жігіттер отырды, ашық түсті жейделері кеңінен ашылған. Мойындарында алтын шынжырлар. Қастарында қыздар, шулы, дауыстары қатты, жұқа әрі арандатушы купальниктерде. Қолдарында түрлі түсті сусындар құйылған бокалдар, ұзын таяқтағы телефондар, су мен аспанды, жағалауды шағылыстыратын айнадай көзілдіріктер. Айдос Сәрсенов, кеменің иесі, оң жақ бортта қоршауға сүйеніп тұрды. Қолында дүрбі бар, ол жағалауға бейжай қарап тұрғандай еді. Бірақ кенет қолы тоқтап қалды. Көзін сығырайтып дүрбіні көзіне жақындатты. Бір сәт, тағы бір сәт, жоқ, мүмкін емес, деп сыбырлады ол әрең. Бұл Айдана ғой. Ескі сықырлаған айлақта бір қыз тұрды, әкесінің көйлегін киіп, белінен байлаған, брезент шалбарын етіктің ішіне салған. Ол ағаш қайықтан балықты кеңсебеттерге шебер, сенімді қимылмен ауыстырып жатты. Қимылдары жылдам, дәл, үйренген адамның ісіндей. Ол яхтаны да, палубада күліп тұрған күтімді байларды да байқамайтындай еді. Оның бүкіл әлемі осы бір сарынды жұмыс, аяғының астындағы дымқыл тақтайлар және теңіз бен йод иісі аңқыған кешкі самал ғана болатын. Сәрсенов көз алмай қарап тұрды. Кеудесінде ескі ұмыт болған реніш қозғалды. Мектептен қалған, спорт зал терезесінің жанынан, қолында ұстаған гүлдерден қалған реніш. Ол сол кезде сабақтан кейін күткенін есіне алды, ал ол келмеген. Кейін күліп, бәрін ойын сияқты қабылдаған еді. Айдос іштей бір күні оның өзі келетінін ант еткен. Ал қазір оның яхтасы бар, ақшасы бар, сенімі бар, және палубада ақшаны оңды-солды шашатын бай достары отыр, олар үшін ақшаның шегі жоқ сияқты. Ол саусағын шарт еткізіп, жағалауды нұсқады. Яхта ескі айлаққа қарай бағыт алды. Трап түсірілді. Ол ескі тақтайлармен нық, кең адымдап жүрді, тақтайлар аяқ астында майысып жатты. Қыз орнынан қозғалмады, міне қызық, деді ол жымиып. Расымен сен бе бұл? Айдана Қалиқызы, ал әрі қарай жалғастырмас бұрын өзімді таныстырайын. Менің атым Нұрлан Көкбай, мен бұл әсерлі әңгімені сіздер үшін жаздым. Қай елден, қай қаладан тыңдап отырғандарыңызды пікірге жазыңыздар. Ал әңгіме жалғасады. Қыз басын көтеріп оған тура, сабырлы. Жымисыз қарады, ой, Сәрсенов, сен бе едің? Қарасам, енді велосипед емес, қалқып жүрген мейрамхана мініп жүрсің ғой, уақыт өтеді. Айдана, біреулер әлі жағалауда малтығып жүр, ал біреулер теңізге тереңдеп кеткен деді, ол бейқам, жартылай жымиып құттықтаймын деп басын изеді ол. Айдос иегімен яхтаны көрсетті, қаласаң серуендетіп келейін. Бізбен жүр, аздап қыдырамыз, таза ауа жұтасың, менің қалай өмір сүріп жатқанымды да көресің. Айдана бұрылып, бос себетті алды да сарай қабырғасының жанына қойды. Сосын жауап берді, тыңдашы, менің демалатын уақытым жоқ. Дүйсенбіде теңізге шығуға дайындалу керек. Әкемнің қайығын тексеруім керек. Моторы ескі, соңғы кезде жиі істен шығады. Егер оталмаса, рейс болмайды. Ал рейс болмаса, ақша жоқ. Ақша болмаса, нан да жоқ, жанармай да жоқ. Айдос иығын сәл көтерді, оған бәрібір сияқты кейіп танытып, менің кемемде қосалқы бөлшектер көп. Техник бар қасымызда. Мүмкін бірдеңе табылар, көрсетесің бе, не бар екенін? Деді Айдана. Айдос басын бұрып, жалқау дауыспен айқайлады. Данияр. Көрсетші, не бар, тез. Төменгі палубада, мотор бөлімінде, аласа бойлы, үндемейтін Данияр жұмыс істеп жатқан. Сұр футболка киген, бұл яхтада ешкім мән бермейтін адамның кейпі бар. Ол қабағының астымен Айданаға қарап, сөредегі затты көрсетті. Дизель кішкентай,
бірақ тартуы жақсы. 4 тактілі, су салқындатқышы бар, сыртқы руль жүйесі. Кронштейн шірмесе жарайды. Айдана жақындап отырып мұқият қарап шықты. Біздің қайыққа келеме? Данияр аз ғана ойланып басын изет, келет тарту күші сондай. Тек бак сыртқы, жанармай солярка. Егер сендерде ескі дизель болса қиындықсыз орнатылады, бізде сондай, деді Айдана қысқа ғана. Ол қозғалтқышқа, сосын есік жақта сүйеніп тұрған Айдосқа қарады. Мынаны аламын, келістік пе? Данияр қабағын түйді. Шеф, бұл. Айдос қолын сілтеді. Бұты сөз жай ғана, сусын туралы болғандай, ала берсін. Бізге не, аямаймыз ғой. Моторды бірден айлаққа түсірді. Жігіттердің күлкісімен, қолдаған дауыстарымен оны сарай жанына қойды, трофей сияқты. Айдана яхтада қалды. Яхта шайқалып ауыл жағалауынан баяу алыстай бастады. Айдана жағалаудағы үйге қарап терең күрсінді. Әкесі мен анасы шіркеуде еді. Ол кетерде ешкімнен сұрамады, жай ғана кетті, себебі мотор маңыздырақ екенін білді, қалғанның бәріне кейін шыдауға болады. Палубада оның пайда болуы ұстамды таңданыс туғызды. Күннен қорғайтын көзілдірік таққан жігіттердің бірі коктейлін жалқау түрде ұрттап. Айдосқа қарай, бұл етік киген турист қайдан шықты? Шынымен бе? Деді. Қыздар дерлік бір уақытта мұрындарын тыжыртты, бірі бұйрық бергендей, фуылдары жиіркеніп. Деп қостады екіншісі, әдейі шегініп. Бұл жергілікті колорит пе өзі? Айдос тек күліп, бокалын көтеріп көршісімен соғыстырды. Босаңсыңдар, қызық болады. Нағыз этнографиялық тәжірибе. Ол Айданаға қайта қарады, бірақ бұл жолы көзқарасында мазақ жоқ еді, тек ауыртып. Еркектік бағалау. Ол оған ер адам қалаған әрі сынай қарағандай қарады. Айдана, төменде душ бар, барып сергіп кел, деді ол даусын көтеріп. Сосын ұзын бойлы қыздардың біріне бұрылып, сен бірге бар, бірдеңе дұрысын тауып бер, көйлек пе, шорты ма, не тапсаңда. Суық көзқарасты, ұзын бойлы брюнетка жалқау орнынан тұрды. Айдананы жоғарыдан төмен қарай бағалап қарап, жауап күтпестен төменге түсті. Айдана үнсіз артынан ерді. Оның жүзінде бірде-бір бұлшық ет қозғалған жоқ. Әйелдер ішке кіріп кеткен соң, Айдос диванның шетіне отырып сандалын шешіп көзін көтерместен айтты. Жалықтым, ал мынау қарапайым қыз. Тірі тікенек сияқты. Қане, мырзалар, кешті қызығырақ етейік. Осы балық иісінің астында не бар екенін тексерейік. Жарты сағат өткенде қонақ қыз палубаға қайта шықты. Сол уақытқа дейін әқта ашық теңізге шығып үлгерген еді. Айналадағы су тегіс, жылы, шексіз, көз жетер жерде жағалау жоқ. Алдымен сол суық көзді брюнетка шықты, менмендікпен ернін жеріп, Айдананы өзі киіндіргендей кейіппен. Бірақ оның менсінбеуі жасанды еді, оның астарынан қызғаныш байқалып тұрды. Оның артынан Айдана шықты. Үстінде кеудесін айқындайтын қысқа топ, қысқа шорты және үстінен ашық киілген зығыр жейде. Шашы сәл дымқыл, душтан кейін беті қызарып кеткен. Ол қадаммен жүрді, бұл өз қайғы сияқты. Бөтен сәнді, яқта емес. Жігіттер үнсіз қалды. Біреуі көзілдіргін мұрынның ұшына түсірді, екіншісі түтікшені шайнауын тоқтатты. Айдана күтпеген жерден, өзі де байқамай, палубадағы күтімді қыздармен теңесті. Тіпті олардан асып түсті. Оның денесі тірі, мықты, күнгі күйген жанындағы қыздардың жасанды еріндер мен силикон кеуделеріне мүлде ұқсамайтын. Бір сәт бәрі таңғалып қарады. Жігіттер бір-біріне қарасты. Біреуі ысқырып жіберді, екіншісі мысқылдап жымиып, Айданаға жақындады. Ауылда спортты жақсы біледі екен, деді ол күліп, еңкейіп, оның көзіне қарап, ұялар ма екен деп тексергендей, ал жуса, тіпті жаман емес, деді аққұба жігіт, қасын ойнап, басын қисайтып айтпақшы. Біз мұнда яқта хан шайымына кастинг өткізіп жатырмыз. Айдана тыныш қарап тұрды, үндемеді, олардың сөздері жел сияқты жанынан өтіп жатқандай. Айдос мұны байқап, қабағын түйді. Ішінде бір нәрсе қысып қалды, қызғаныш емес, ашу. Ол оны өз табысы, өз әзілі ретінде көргісі келген. Ал енді бәрі оған қарап тұр, ханымдар мен мырзалар. Деп дауыстады Айдос, орнынан тұрып, сахнадағы жүргізушідей қолын жайып. Шомылуды ұсынамын.
Теңіз шақырып тұр. Сергіп алайық. Бірақ кім бірінші секіреді? Жігіттер бірден жанданды. Бірінен соң бірі суға секіре бастады, айқайлап, сальто жасап, әдейі әсер қалдырып. Қыздар күліп қол шапалақтады. Айдос Айданаға қарап, реакциясын күтті. Ал ол перилаға сүйеніп көкжиекке қарап тұрды. Алыста көкжиекте жіңішке қара бұлт көрініп тұрды. Ана жақта көкжиек қарауытып тұр, деді Айдана сабырмен, еркектерге қарамай, тек бұлтқа қарап. Жел өзгереді. Қазір суға түсу кеш емес пе, қорқасың ба? Деп жалған көңілді күлді Айдос, бокалдың үстінен қарап. Менің яқтан 7 балдық дауылды да көрген. Бұл сенің ескекті қайғың емес. Күлкісі жасанды еді. Айдана тағы үндемеді. 20 минуттан кейін аспан күрт қараңғыланды. Су бетінде толқындар пайда болды. Қатты жел үстелдегі салфеткаларды ұшырып әкетті. Бір бокал құлап сынып қалды. Бір мата суға ұшып кетті. Қайтайық ба? Деді сақалды жігіт сенімсіз, аспанға қарап, көзін желден қолымен жауып, маған бұл ауа райы ұнамай тұр. Және найзағай естілуде. Бұл дауыл ба? Деді бір қыз, абдырап. Перелге тіреліп, шынайы қорқынышпен қарағандай, Юрка, деп айқайлады Игорь өткір ашумен. Оның даусында енді мазақта, көңіл көтеруде жоқ еді. Тек ашу мен қорқыныш. Моторды іске қос, артқа қайтамыз. Юрка астындағы люктан шықты, қолын сүлгімен сүртті. Жоқ, деді ол құрғақ даусымен, өз-өзіне ақтала сөйлеп тұрғандай, бірақ кешірім сұрай қоймай. Электр сымдарында қысқа тұйықталу болды. Қосқыштарсыз жету мүмкін емес. Сен өзің айтқансың, бәрін жағалауда қалдыруды. Игорь жүзі қап-қара болып кетті. Артынан найзағай жарқ етті, су жарыққа бөленді. Жөнде, сен біздей генийсің ғой, деп қатты айтты Игорь Юркаға жақындап. Сен бәріне қолың жететінше берсің. Жоқ, мен саған не үшін төлеп жатырмын? Өз бетіңше шеш, деді Игорь, тамағына тығылып келе жатқан паниканы сезіп. Юрка иығын шынтақтап, мен айттым ғой. Сен қолыңды бұлғадың. Барлығын шығарып бер. Мен шығарып бердім, онда радиомен шақыр. Кім керек болса, құтқарсын, деп лақтырып айтты Игорь. Мен айтып отырмын. Бортта ток жоқ. Барлығы өшіп қалды, деп қысқаша кесті Юрка. Рацияда жұмыс істемейді. Игорь кенет бұрылып, телефонын шығарып, қазір өзім хабарласамын. Барлығын өзім жасау керек. Ол телефонын алып, саусағын экранға тигізді. Басқалары да телефондарының сигналын тексерді. Бірінен соң бірі, сигнал жоқ деп көрсетті. Жарайды, бірдеңе істеңіздер, жігіттер, деді бір қыз қорқынышпен. Айдана үндемей төменгі палубаға, мотор бөлмесіне түсті. 1 минуттан кейін оған Юрка қосылды. Екеуі бірден тарату қорабының үстіне жиналды. Сіздің электр шинаңыз ашық, су тиген, деді Айдана, сымдарды жылдам қарап. Оны кесіп, қайта бұрау керек. Хамуттарыңыз бар ма? Бар, деді Юрка қабағын түйіп. Пайка жоқ, бірақ изоляция таспасы және тістер бар. Ауылдық тәсілмен істейміз, өз жолымызбен, деп басын изеді Айдана. Олар дерлік бітірді. Изоляция таспасы қатты тартып қойылды, контактілер ұстап тұрды. Айдана соңғы бұранданы бұрамақ болып жатқанда, мотор бөлмесінде жарқыл-жарқ ете қалды. Автоматпен трескі етіп, электр қайтадан өшті. Сол сәтте Юркаға ток соқты. Оны бокстан ысырып жіберді. Ол еденге құлап түсті. Иық металға сүрініп, көздер айналды. Айдана тез бұрылды. Юрка, деп айқайлады, оның үстіне иіліп. Ол жауап бермеді. Кеуде сәл ғана қозғалды. Тірі, бірақ ес-түссіз. Жоғарыдан айқай естілді. Ішімдік ішкен мажорлардың бірі жұмыс істеп жатқанда, жарық немесе музыканы қосып көрмек болып, тізбек қысқышын бұзған. Негізгі предохранитель өртенді. Ол болмаса ештеңе жұмыс істемейді. Мұнда рацияда. Айдана тізесін бүгіп отырып, күйіп қалған кілемге қарады. Запасной предохранитель жоқ. Жоғарыда шу күшейіп, Ковалевтің қолы дірілдеді. Ол палубада жер аударып, бәрі бақылауда, деп айқайлады, бірақ дауысы үзіліп тұрды. Төменде Гарридің қасында Айдана түсінді. Енді шынайы. Ол палубаға шықты. Палубада паника орнады. Қыздар бозарып төсеніштің астына тығылды.
Бір мажор телефонмен байланысқа түсуге тырысты, екіншісі қолын әдейі әбігерлеп. Игормен дауласты, сен бізді мұнда келдің бе? Деп айқайлады брюнет, енді бірдеңе жаса. Сенің байланыстарың қайда, Игор? Деп айқайлады аққұба. Сенің спутниктік телефоның қайда? Яхтсмен Хренов. Бұсаңсыңдар. Деп айқайлады Ковалев, бірақ дауысы дірілдеп тұрды. Оның жүзі бозарып, ерні кеуіп кеткен. Бәрін шешеміз. Бәрі бақылауда. Мен өзім реттеймін. Түсіндіңдер ме? Өзім біз батып барамыз. Деп айқайлады бір қыз перилге тіреліп, бірдеңе жасаңызшы, өтінемін. Айдана перилаға жақындап көкжиекке қарап, жағалау жоқ, тек бұлттар, қақтығысып тұрған жел, және теңіз тірі, зұлым екенін сездіріп тұр деді. Ол шортымен қолын сүртті, терең демалды. Сабырлы болу керек, паника көмектеспейді. Біреу курс ұстасын. Юркаға ток соқты деді ол қатты. Тірі, бірақ ес-түссіз, оны каютаға апару керек. Қазір жігіттер бір-біріне қарады, абдырап бозарып. Бірі тұрды, екіншісі күмәнданды, жылдам деп қайталады Айдана, даусын көтермей. Бірақ бұл сөзде бұйрық бар еді. Екі мажор төменге түсті. Бірнеше минуттан кейін олар Юрканы абайлап шығарып, каютаға алып кетті. Басқалары сол жерде тұрып, бір-біріне қарап тұрды. Ауа өзгерді, ылғалды, өткір. Жел күшейіп, яхта жағалаудан алыстап кетіп бара жатты. Толқындар биіктеп, ауырлап, корпус оларды жай шайқамай, қаптап ұрдай бастаған. Келесі сағаттарда яхта ашық теңізде қалқып жүрді. Толқындар өсіп, аспан қараңғыланды, ал бұрын күлкіге батып, пол жасап жүрген адамдар қазір үнсіз отырып. Бортына сүйеніп немесе бір-біріне жымыңдап ренжіп отырды. Игор алғашында әлі де ойнап жүрді, өлі телефонға ұмтылып, бірдеңе бұйырып, рубка есігін қағып тұрды, бірақ кейін өздігінен отырып, басқалардан бөлек тісін қысып алды. Саусақтары қобалжып көйлектің шетін әліп жеп, тамағы құрғап кеткен. Қыздар жылап отырды. Біреу дымқыл сүлгі қаптамасын жыртып, тіпті құтқарылу соның ішінде деп ойлағандай. Біреуі дауыстап, мүмкін, секіріп жағалауға жетуге тырыссақ па деп ойлады. Бірақ ешкім жауап бермеді. Тек Лена ғана төменге қайта оралып, бөлшектер салынған жәшікті ақтарып жатты. Ол кабель байламдарын реттеп, күйген контактілерді тексеріп, өртенген предохранительдің орнын басалатын бірдеңе іздеді. Біреу көмектескісі келіп төмен қарауға тырысса, Лена көзін көтеріп қарады. Оның көз қарасы соншалықты тік, сабырлы және мықты болды, адам бірден артқа шегінді. Біртіндеп ешкім оған жақындамай бастады. Барлығы түсінді, бұл қарапайым балықшы ауылынан шыққан қыз, яхтадағы жалғыз адам. Кімнің не істейтінін білетін, және сөйлемей, үнсіз әрекет ететін. Сол түсінікпен бірге адамдардың Ленеге деген бұрын сезбеген сезімі өсті. Жарты сағат өткеннен кейін Лена күйген бөлшектер салынған қораптан ескі, бірақ әлі жарамды предохранитель тапты. Ол түпнұсқа емес еді, бірақ керекті номиналы бар. Ол контактілерді тазалап, ескі мыс сымынан жасалған перемычканы орап, изоляциялық таспамен бекітіп, саусақтармен мықтап басып қойды. Электр тақтасы сыбырлап, шам жарқ етті. Лена басты, рубильникті басып қойды. Палубада жарық жанып кетті. Біреу айқайлады, біреу телефон тастады, жарық. Деп дауысы үзіліп шықты бір қыздан. Лена маңдайын сүртіп үстіңгі палубаға шықты. Юрка оянады. Моторды іске қосамыз, ал сендер каютар тыныш болыңдар. Паника дауылдан да жаман деді ол қарапайым, сабырлы, капитан сияқты емес, бәрін бұрын көрген адамша. Ковалев көлеңкеден оны бақылап тұрды. Ол бірде бір сөз айтпады, тек тістерін қысып көзін төмен қаратып қойды. Лена үстінде ұзақ тұрмады, қайта төменге түсіп, бос пластикалық шелек алып, эмоциясыз қатты лақтырып айтты, кім менімен барады? Трюмнан суды шығару керек. Ол толып жатыр. Бір мажор, соңғы кезде батыр болып көрінген сақалды, бірден тұрмады, бірақ кейін тұрды. Сосын тағы біреуі қосылды. Бір минуттан кейін олар тар дәлізде шелекпен суды шығарып, терлеп, ыстығып, сырылдап жүрді. Қайда құрғақ сүлгілер? Деп айқайлады Лена үстіге, орындықтың астындағы жәшікте деп жауап берді бір қыз. Алып шығыңдар.
Юрканың арқасына қою керек. Кім менімен барады? Екі қыз дірілдеген қолымен сүлгіні алып артынан жүрді. Каютада Лена қысқа нұсқау берді. Біреу Юрканың басын ұстайды, екіншісі сүлгіні жайып береді. Макияждары кетіп, шаштары шашылып тұрса да, олар үнсіз орындап отырды. Сағат 1, бәлкім 2 өтті. Яқта шайқалып тұрса да, іште ешкім айқайлаған жоқ. Мажорлар теріліп, шаршап, шелекпен суды шығарып жүрді. Қыздар бинт беріп, қолын орап отырды. Біреу құрғақ азықтан шоколад істеп, басқаларға бөліп отырды. Олар енді купальник киген бос денелер емес еді. Өмір ауыр, спектакль емес. Ақша әрқашан құтқармайды. Лена палубада жүріп, олардың қолымен қалай жұмыс істеп жатқанын бақылап отырды. Кеш болды. Жел біртіндеп бәсеңдеді. Яқта толқындарда шайқалып тұрды. Қалған команда үнсіз көкжиекті бақылап, жағалау қараңғыдан көрінуі мүмкін деп отырды. Лена каютаны кіргенде Юрка сәл ғана көзін ашты. Ол қимылдап, әлсіз дауыспен айқайлап көрді. Жатып тұр, деді Лена сабырлы. Оның иығына қолын қойып. Бәрі бақылауда, демал. Юрка басын изеді, дауыс көтермей, айталасың ба? Деп сұрады. Лена, аға, деп сыбырлады. Юрка, глушак іске қосылуы керек. 2 рет шелк, сосын бас. Лена бәрін өз бетінше жасайтынын түсінді. 5 минуттан соң ол қайтадан пульттің жанында отырды. Палуба тыныс алмай үнсіз қалды. Дайынсыңдар ма? Деп сұрады ол. Ешкім жауап бермеді, тек біреу басын изеді. Шелк, қысқа үзіліс. Мотор үрді. Алдымен теңсіз, кейін тұрақты және сенімді дыбыс. Іске қосылды. Деп айқайлады бір қыз. Бір қол шапалақтады, біреу жеңіл жылап жіберді. Айдана, Лена мұрынын сүртіп тыныш қимылдап штурвалға барды. Ковалев көлеңкеде тұрды, қозғалмай. Беті қап-қара, қырлы мүсіндей. Мотор ысқырып, яқта тіріліп, адамдар қуанып жатыр, ал ол Ленаны өз үйіндегі бөтен адамдай қарап тұр. Лена әрдайым сенімді жүріп, оған қарамады. Тек сол сәтте ол түсінді, осы уақыт бойы ештеңеге, жағдайға, адамдарға, тіпті оларға өзі де билік ете алмайды. Ол штурвалға асықпай қадам басты. Беті ақ, ерні қысық, кет деп қатты айтты. Бұл менің яқтам, мен басқарамын. Лена жылжымады. Штурвалға тиме, деді ол сабырлы. Сен кімсің өзі? Деп айқайлады ол. Мұнда сен ешкім емессің, жай балықшы қыз. Мен саған мотор бердім, мүмкіндік бердім. Ал енді сен менің яқтамды басқарасың, деді. Игорь, сен моторды өзің бердің, деп сабырлы айтты Лена. Сен өзің жүзіп кеттің, енді шешімді сен қабылдай алмайсың. Қолыңды ал. Ковалев алға қадам басты. Бірақ бір мажор олардың арасына кіріп кетті. Қажет емес, Игорь, деп қатты деді ол. Отыр, сен менің қарсыласымсың ба? Даусында үмітсіздік сезілді. Біз оның жағындамыз, деп екінші жағынан палубадан жауап шықты. Артқа шегіндер. Деп айқайлады. Игорь де штурвалға қарай лақтырыла бастады. Лена оның білегін ұстады да қатты итерді. Ол таяп қалды. Құлап, локтың қатты соқты. Бірақ қиындықпен қайта тұрды. Ешкім оған жақындамады. Рулевойге тиме, Игорь, деді артынан біреу. Оны жүргізсін. Игорь 1 секунд тұрды да айналып төменге шығып кетті. Жеңілген, қорланған, қуылған. Ақырында біреу үнсіздікті бұзды. Біз қайдамыз? Егер таңертеңге дейін оралмасақ, қатты болады, деді Брюнет. Құдайым, карта ашып көріңізші, деп ыңғайсызданды бір қыз. Бізде интернет бар ма, Wi-Fi бар ма? Барлығы оған ақымақ секілді қарады. Лена үнсіз штурвал астындағы ескі бухта картасын алып, жайып реттеді. Бұл қағаз ба? Деп сенбегендей сұрады бір қыз. Сіз оны қалай қолданасыз? Лена жауап бермеді, рацияны қосты. Динамик трешетка шығарып тұр. Шторм немесе қашықтық байланысқа кедергі болды, тіпс. Деп біреу сұрады. Жұмыс істемейді, деді Лена. Эхолотта мерт болды. Тек қуатпен жұмыс істейтін барлық нәрсе күйіп кетті. Үнсіздік орнады. Біреу қобалжып күліп жіберді, бірақ ешкім қосылмады. Бәлкім кездейсоқ бағыт ұстап көрейік, деді блондин. Бұл навигатордағы маршрут емес, деп кесіп айтты Лена. Мұнда кездейсоқ жүрмейсің. Лена қолын сілтеп, қабырғаға сүйеніп отырды.
Қалғандар да жерге отырды. Кім қалай отырса солай үнсіз отырды. Біреу ұйықтап кетті. Тағы 2 сағат өтті. Лена үстіге шығып аспанға қарады. Бұлттар тарқап, жұлдыздар түнгі аспанда шашылды. Басқалар да оның қасына келіп басын көтерді. Бір қыз таңдана дем шығарды, қандай әдемі. Мұндай көп жұлдызды ешқашан көрмеппін. Міне, үлкен аю, деді Лена сабырлы, мектептегі сабақтардан таныс жұлдыздар топтарын көрсетіп. Сол жерде солтүстік, демек жағалау оңтүстікте. Бізді алыс қалып кеткен жоқ, 6 мильдей ғана. Таңға дейін шығысқа ұстау керек, жағалауды көреміз. Палубада ешкім қозғалмады, тіпті Ковалев те есіктің жанында отырған. Күннің алғашқы сәулелерімен Юрка әлсіз, бірақ тұрып каютадан шықты да бір сөз айтпай штурвалға отырды. Лена оған пультті берді. Ол машинаны жақсы білетін. Яқта сенімді, баяу жүріп таныс мүйіске, шіріген сарайға, шіркеу қоңырауы қара нүктеге жақындап келді. Жағалау жақындағанда ер адамдар кезекпен Ленаның алдына келіп, оны мықтап қолын ұстап, үнсіз ризашылық білдірді. Қыздар да шаршап, шаштары шашылып, үнсіз немесе сыбырлап алғыс айтты. Ешкім енді күліп кекірген жоқ. Ковалев соңғы болып келді. Ол баяу жүріп, өзінде бір ауыр сезім бардай, Ленаның алдында тоқтап, сөзін таба алмай тұрды. Кешір деп ақыр айтты, көзін төмен түсіріп. Мен сені тартпауым керек еді. Жай ғана әсер ету, көңіл көтеру, мүмкіндігімді көрсету үшін еді. Бірақ бәрі бұлай болды. Сен болмасаң, біз бәлкім қазір жоқ болар едік. Лена жауап бермеді, жақындап келе жатқан жағалауға қарап отырды. Мен босқа емес, деді ол сәл. Ертең сендерге келемін. Сенің әкеңмен сөйлескім келеді, қалай көмектесе аламын деп сұраймын. Жаңа мотор керек пе? Нормалды жұмыс керек пе? Тек шіркеуде емес, нақты. Мені адамша қара, Лена оған қарады. Шаршаған, сабырлы, қажыған, бірақ мықты, кел, деді ол. Бірақ сенің бұрынғы айлақшылығыңсыз, ол басын изеді. Бұл жолы тек қарапайым, иә. Жағалау жақын болды.